Күн менің қадірменді көрермендерім, әз наурыз құтты болсын, мерекесі осындай дәмді көжір дайындауды айтатын боламын. Қазір осындай дәмді көжір дайындау үшін бізге алдымен сүрленген осындай ет қазы керек және айран керек. Міне осылай дәмді болады. Осылай дайындау әдісін айтатын боламын. Маған тіркеліп қолдап кетіңіздер каналыма. Рахмет сіздерге. Осылай сүрленген қазы етті пайдаланамыз және жүгеріні алдымен жібітіп суға сап қоямыз. Бір күн бұрын соны жаймен пісіріп аламыз. Бидайды салып аламыз. 7 түрлі дән саламыз. Маш, бұршағын және күріш, талқан. Осы бүткіл 7 түрлі дәнді дақылдарды салып болған соң қазымызды әдемілеп тураймыз. Етіміз піскен соң оны майдалап тураймыз. Өте майда қылып және піскен қазымызды да майдалап турап араластырамыз және тәп-тәтті тұщы айран қосып араластырамыз. Маған тіркеліп лайк басып кетіңіздер, достар. Міне дәмді көже дайын. Бетіне қазыны турап салып қоясыздар. Ас болсын, наурыз құтты болсын.